Құрметті сот, мен Бисаев Ғалымбек Найманғазиевич 1976 жылы дүниеге келген. Қазіргі таңда кәмелетке толмаған 7 бала шағам бар. Келіншегімнің операция жасап, халі мүшкіл, өтін алдырып, сондай сахармен ауырады, тіркелген. Және де өзімде денсаулығыма осы қаңтар оқиғасымен қатты зақым келді. Азапталдым, оны да жанайғаймен айғайлап жан-жаққа еттім, ешкім мән бермеді. Және де өзімнің айтарым, мен ешқандай тағылған айыпты мойындамаймын. Мен бейбіт митингке келгенім рас. Жай ғана өзімді түсіргенім бар тарих үшін деп, оны өзімнің телефонымнан өшіріп тастағам, оны қайтадан восстановить етіп, мені тек қана азаптаумен ғана болды. Және де ештеңе дәлелдеп шықпады. Осы күнге дейін міне 1,5 жыл болды. Соның соттың салдарымен әлі келе жатырмыз. Ешқандай да жақсы нәтиже көріп тұрғанымыз жоқ. Тек қана құрдымға кетіп барадымыз, бәріміз құрдымға. Сіз де қоса бізбен кетіп барасыз құрдымға. Өзіңіздің шешіміңіз әділ болады деп ойлаймын. Бірақ та қаншама халық бар, қаншама осы жерде азапталған, міне көзіңіздің алдында отыр, балалар бар, бәрі көрді, бәрі куә. Сол кезде санкция беріп, қамап, азаптауға сондай рұқсат берген кезде, осы сіз сияқты сот, сол қазірде соттап отырған сол сот біздіше, соған ешқандай бір әділдік, жаңа Қазақстанның бір иісі шықса екен деп үміттенеміз, бәріміз халық болып. Өзім кінәлімін деп санамай, мен толыққанды ақтауыңызды сұраймын. Және де осы жерде кінәлі емес азаматтарды өзіңіз де көріп отырсыз. Оларды да толыққанды ақтап шығарсын деп сұраймын. Қамауда отырған мына 1,5 жыл болды. Балалардың әке-шешелері бар, туған-туысы бар. Бәрі абыройдан айырып, осыншама халықты осыншама қинайтындай не істеді сонда? Жаңа қаңтар оқиғасында елдің бәрін дүрліктіріп, елдің бәріне араңдатумен айналысқандардың бәрі қазір қызметтерінде отыр. Солардың өзі бізді соттап отыр. Мысалы қарап отырсаңыз, осы сияқты судья санкция беріп 2 айға қамаған бәрімізді. Осы Бостандық ауданының енді және де осы мына зардап шекті деп сіздер жәбірленуші танып отқан қару-жарақ дүкендерінің бәріне айыппұлдарын төлеп, бәрлерінің комиссиясын жаңа несін төлеп, расход шығындарын бәрін төлеп беріп жатсыздар. Ал енді мұнда азапталып, нағыз азап көрген адамдарға ешқандай мән бермей жатсыздар. Соның бәрі әділ болса деп ойлаймын. Жаңағыда тағы айтып кетерім, кәмелетке толмаған 7 бала шағамның тағдыры бәрі осы қыл үстінде тұр. Сол кезде азаптаған полиция қызметкерлері, сол кезде азаптаған Жамбыл ауданының қызметкерлерінің бәрі әлі күнгі сол жұмысын істеп жүр. Менің ауылымда, Ұзынағаш ауылында, Қаракастек ауылында сол мені азаптаған адам қазіргі таңда участковый болып жүр. Ол маған қауіп төніп тұр. Менің тағы бір азаптаған азамат сол жерде мектепте инспектор болып жұмыс істеп жүр. Ол менің бала шағама қауіп төніп тұр. Соның бәрін ескерсе деп ойлаймын, құрметті сот. Және де ақтап шығаруыңызды сұраймын. Мына жерде тағы айтып өтетін адам, 25 қатысушылардың ішінен ешкімді танымаймын. Ешқайсымен бұрын не болмаған, қазір осы сот несімен ғана танысып жатырмыз. Негізі осы бәрімізді құрастырып, подельник қылып сөйтіп отырсыз. Ол уақытпен де сәйкес келмей жатыр. Бізде болған адам да бар, болмаған адам да бар. Әуезов ауданының 80 полиция қызметкерін осы 25 адам барып ұрып соғып, жан сауғалап қаштырып жүрген деген өтірік. Оны сіз де түсініп тұрсыз. Және де КМ-нің 7 КАМАЗын өртеп жүргенімізде біз ондай істеген жоқпыз. Мен оған келіспеймін. Резиденцияны өртеп жүргенге де келіспеймін, құрметті сот. Соның бәріне акиматқа да 24 миллиард шығынды. Мен ешқандай да келісе алмаймын ондаймен. Ақтап шығуыңызды сұраймын, құрметті сот. Рахмет. Тыныштық сақтаймыз. Келесі кім бар?
Залдағы болды ма? Зумда бар ма? Бәрі болды ма? Бар ма соттаушылардың?